Құрметті көрермендер, жантақ дегеніміз өте, былай қазақ тілімен айтатын болсақ, өлермен өсімдік болып табылады. Оның тамыры өте тереңге кетеді, тамырларын. Яғни топырақта су аз болатын, ыза суда терең жататын болса, ол тереңге су іздеп кете бере алатын қабілеті бар. Сол себепті онымен күресу қиынға соғады. Бетін шауып тастаған соң қайтып өсіп шыға береді. Онымен күрес есіңіздің алдыңызда болатын болса, онымен күресуге ең тиімді тәсілі глифосат қолдану. Құрамында глифосат әсер етуші заты бар. Оған торнадо, ураган форте деген бар, раундап деген бар, сосын жойқын дара деген бар, елімізден шығатын препараттар бар, гербицидтер. Соларды ала аласыз. Кездесті бірінші жантақты шауып тастайсыз бірінші негізінен. Сосын ол тағы да энергиясын жұмсайды да қайтып өсуге, қайтып қалпына келтіруге тырысады. Сол кезде өсіп келе жатқан қайтадан сол кезде глифосатты суға араластырып, жаңағы дәрілерді торнадо, ураган форте, раундапты суға араластырып шашасыз, кешке шашасыз. Сосын ол дәрілер оның бойына сіңіп, жасыл жапырақтар арқылы сөйтеді да ол бойында амин қышқылдарын, яғни зат алмасып ақуызды тежейді, яғни былай айтқанда деметаболизмін, өзінің дамуын тежеп тастайтын болады. Сонымен ол өлетін болады. Өлу шамамен 14 күнге дейін созылуы мүмкін, немесе 3 аптаға дейін созылуы мүмкін. Бірақ қолданғаннан кейін 3-4 күннен кейін бір 4-5 күнде оның енді әрқайсысы әрқалай оның өсуі тежей бастайды, хлороздар пайда бола бастайды жайлап. Сонымен толық өлуі 2 апта, 3 аптаның ішінде болады. Енді олар тағы бір ескеретін нәрсе, бұл глифосат қолданған кезде оны тек қана сол арамшөпке ғана шашу керек. Өйткені сіздің қасыңызда өсіп тұрған гүлдеріңіз болатын болса, көкөністеріңіз болатын болса, ол оны өлтіріп тастайды. Өйткені бұл ураган форте, торнадолар жасыл өсіп тұрған бүкіл өсімдік ағаштарды өлтіре алады. Сол үшін мұны қолданған кезде байқайсыздар, тек қана есіктің алдында мынау жан-жағында өсіп кетуі мүмкін. Сол кезде ғана шашасыздар, немесе басқа ағаштарыңызды бөгет жасап отырып шашқандарыңыз дұрыс. Жантақ негізі қалай көбейеді, оны бір қызық тоқтала салайық. Жантақ ол тұқыммен көбейеді негізінен, және ол көбінесе еліміздің оңтүстік өңірлерінде өсіп жатады. Сосын жантақты ол біз үшін арамшөп болғанымен кейде оны көп жағдайда фармацевтикада өте көп пайдаланады. Өзіңіз де оны аптекадан көріп жүрсіздер, және оның балын Исмаил аға да қатты мақтайды, білесіздер, таптанбайтын бал деп. Қысқасы осы.